Баршаңызға сәлем. Бүгін селпатшыбай салатының ролл түрін жасайтын боламыз. Жасап көріңіздер, өте керемет шығады. Жегенге де ыңғайлы. Дастарханға қойсаңыздар, қонақтарыңыз таңғалатын болады. Ең алдымен қосатын заттарымыздың бәрін пісіріп аламыз. Сосын картошка мен сәбізімізді теркадан өткізіп аламыз. Пищевой пленкамызды төсеп, оның үстіне қызылшамызды, сәбіз немесе картошка ашитын осындай затымызбен видеодағыдай кесіп аламыз. Қызылшамызды кесіп алғаннан кейін видеодағыдай жайып шығамыз. Сосын үккіштен өткізген картошкамызды жайып шығып, үстіне майонез жағып шығамыз. Содан кейін сәбізімізді жайып шығып, үстіне майонезімізді жағып шығамыз. Сосын көк пиязымызды, селедкамызды салып ораймыз. Осылай орап аламыз да 10-15 минутқа холодильникке қойып, содан кейін кесіп шығамыз. Пышағымыз өткір болуы керек, әйтпесе дұрыс кесілмей мыжылып қалады. Міне осымен біздің ролл селпатшыбай салатымыз дайын. Жасап көріңіздер, өте дәмді, керемет шығады. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Барлықтарыңызға ас болсын.